Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз БЖТ төлеу арқылы қалай дородовой аламыз? БЖТ дегеніміз не? Оны қалай төлейміз? Қандай құжаттар жинаймыз? Еңбекке жарамсыздық парағын қалай толтырамыз деген сұрақтардың жауабын білетін боламыз. Алдымен менің каналыма жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қоятын сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазсаңыздар, мен жауап беретін боламын. Бірыңғай жиынтық төлем. Бұл 2019 жылы пайда болды. Яғни осы кезден бастап өзін-өзі жұмыспен қамтыған азаматтарға ай сайын бірыңғай жиынтық төлем төлеуге мемлекет рұқсат берді. Яғни сіз оны төлей отырып, заңды түрде дородовой ала аласыз. Яғни сіз ол үшін өз-өзіңізді жұмыспен қамтуыңыз қажет. БЖТ төлеу арқылы, яғни біз жеке табыс салығын, әлеуметтік аударымдар, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті медициналық сақтандыруға аударымдар жасай аламыз. Оны қалай жасаймыз? БЖТ-ны біз кез келген банк кассаларында төлей аламыз, Қазпошта арқылы төлей аламыз, Каспи приложениесі арқылы төлей аламыз. Егер де сіз қала тұрғыны болсаңыз, 1 АЕК төлейсіз. Ал ауыл тұрғыны болсаңыз 0,15 АЕК төлейсіз. Яғни 1 АЕК 3063 теңгені құрайды. БЖТ төлеу арқылы дородовой алу үшін қандай құжаттар қажет? Жеке куәлік қажет, еңбекке жарамсыздық қағазы қажет, банктен айвен счет қажет. Кейбір жағдайда әлеуметтік сақтандыруды сұрайды, яғни оны сіз өзіңіздің егов порталыңыздан личный кабинеттен ала аласыз. Немесе халыққа қызмет көрсету орталығына барып алсаңыз болады. Яғни 2022 жылы БЖТ төлеген айлар бойынша дородовой алу сомасын мен слайдта көрсетіп қойдым. Сіздер өздеріңізге жазып алсаңыздар болады, скриндап алсаңыздар болады, немесе өзіңіз қанша ай төледіңіз, соған байланысты сіз осы соманы ала аласыздар. Егер де сіз бұрыннан жүкті болмай тұрып БЖТ төлеп жүрген болсаңыздар, 12 айға сіз таза 226.800 теңге аласыз. Ал егер де енді ғана жүкті екендігіңізді білген болсаңыз, осы кезден бастап әр айдың, яғни 25-не дейін сіз осы БЖТ-ны төлейсіз. Осы кезде айтатын жағдай, яғни сіз қай айға больничный лист аласыз, сол айдың БЖТ-сы есептелмейді. Оны есептелуі үшін сіз келесі айдың басына алу керексіз. Айдың басына. Сол кезде сіз таза 7 айға аласыз. Немесе таза 6 айға аласыз деген. Еңбекке жарамсыздық парағын қалай толтырамыз? Дәрігерден сіз 2 дана еңбекке жарамсыздық парағын аласыз. Оның алдыңғы бетін дәрігер өзі толтырады. Артқы бетін қалай толтырасыз? Яғни, бірінші, заңды тұлғаның атауы деген жерге өзін-өзі жұмыспен қамтушы деп жазасыз. Бөлім деген жерге ештеңе жазбайсыз, прочерк қоясыз. Қызметі деген жерге сіз, яғни, немен айналысасыз? Мүмкін сіз үйде сүт сатасыз, мүмкін тігіншісіз, мүмкін нан пісіріп сатасыз, немесе торт пісіріп сатасыз деген сияқты өзіңіздің айналысатын қызметіңізді жазасыз. Табель номері деген жерге 1 деп жазасыз. Тұрақты уақытша маусымдық жұмыс істемеді деген жерге ештеңе жазбайсыз. Дәрігердің алдыңғы бетте ақ қатарда жазуын көшіріп жазасыз. Еңбекке жарамсыздық уақытындағы демалыс күндері деген жерге ештеңе жазбайсыз. Бөлім бастығының қолы деген жерге өз қолыңызды қоясыз. Табельшінің қолы деген жерге ештеңе жазбайсыз. Күні дата деген жерге еңбекке жарамсыздық парағын өткізетін уақытты жазасыз. Мөр деген жерге мөрсіз деп жазасыз. Еңбекке жарамсыздық парағының 1 данасын халыққа қызмет көрсету орталығына өткізесіз. 2 данасы өзіңізде қалады. Халыққа қызмет көрсету орталығына өткізгеннен кейін 14 жұмысы өткеннен кейін сізге дородовой түсетін болады. Сіз өзіңіз мұғалім болсаңыз да, өзіңіздің жұмысыңыз болса да, немесе жұмыссыз болып үйде БЖТ төлеп отырсаңыз да,
сіз бжт мен до-родовой ала аласыз. Ал егер де сізде ИП болатын болса, онда сізге бжт төлеудің қажеті жоқ. ИП мен бөлек до-родовой алатындар бөлек. Сондықтан ИПсі барлар бжт мен до-родовой ала алмайды. Назарларыңызға рахмет. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға рахмет.